Ұлы жібек жолының негізгі торабы Қазақстан жерін басып өтті. Ол қандай? Жетісу өңірі Ұлы жібек жолының шығысқа шығатын қақпасы, ал оңтүстік Қазақстан Ұлы жібек жолының батысқа шығатын қақпасы. Ұлы жібек жолының Қазақстандағы бағыттары. Бірінші, 6 және 13 ғасырда Ұлы жібек жолының негізгі бағыты Сирия, Иран жері, Орта Азия, оңтүстік Қазақстан, Талас, Шу алқабы, Ыстықкөл, Шығыс Түркістан арқылы өтті. Келесі бір тармағы, ол Византиядан Дербент арқылы Каспий маңы даласы, одан Маңғыстау, одан Арал бойы оңтүстік Қазақстан жерін байланыстырды. Тағы бір бағыты орталық Қазақстан аумағынан шығыс Қазақстан мен батыс Сібірге жеткен. Сонда Ұлы жібек жолының негізгі бағыты Арал теңізін жағалай, Сырдария, Шу өзендері арқылы Жетісудан Жоңғар қақпасына жеткен. Осы аймақ Үндістанның түрлі дәмдеуіштер өндірілетін өлкесі мен тұт ағаш өсетін Сары өзен жағалауына апаратын ең ыңғайлы жол болып есептелінеді. Сауда жолы Тараздан солтүстік бағытта Ертіске, одан әрі Енесейдегі Қырғыздарға өтті. Ал Испиджаптан одан әрі Сырдария арқылы өрлеп Арал бойына жетті. Сырдария жағалауымен өткен керуен жолында ірі қалалар, мысалға Отырар мен Шауғар орналасты. Бұл қалалардан Оғыздар орталығы Янгикен қаласына қарай жол өткен болатын. Сонда 10 мен 12 ғасырда Ұлы жібек жолының бір тармағында Сауран, Жент, Ашнас сияқты қалалар бой көтерді 10 мен 12 ғасырда. Және Жетісудың Науакент қаласынан шыққан жол Сұяпқа жетті. Жібек жолы Алмалы арқылы өтіп Талхиз қаласына жетті. Сонда жол Талхизда тармақталды. Қандай тармақтар? 2 тармағы. Бірінші тармақ, оңтүстік тармақ, ол Есік, Түрген арқылы Іле өзені өткеліне бағыт алды. Іле өзені өткеліне бағыт алды. Бірінші тармағы. Оны оңтүстік тармағы дейміз. Екінші солтүстік тармақ. Ол Талхизден Талғар өзені бойымен Қапшағай шатқалына дейін жеткен болатын. Одан әрі Қойлыққа, бұл Қарлұқ билеушілерінің ордаларының бірі болған қала, осы Қойлыққа бағытталды. Бұл қаланың даңқы базарларымен әйгілі. Базарлары өте керемет, сауда керемет жүріп жатқан. Сондықтан әйгілі болды Қойлық. Қойлықтан жібек жолы Алакөлді айналып, Жоңғар қақпасы арқылы ішкі Қытай жол таратылды. Ішкі Қытайға жол тарады. Демек, Жоңғар қақпасы арқылы ішкі Қытайға жол тарады. Анығырақ айтатын болсақ, Ұлы жібек жолының оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өтетін негізгі бағытынан басқа тармақтар да болды. Бұл жолдар мысалға орталық және шығыс Қазақстан өңірлеріне дейін жетті. Бүгінгі сабақта сонда біз Ұлы жібек жолының Қазақстандағы тармақтары, Қазақстан аумағындағы